Қайырлы күн, біздің Ой сандық атты подкастымыздың тыңдармандары, көрермендері. Бүгін бізде қонақта Марфуға Шапиян, кітап құмар журналист, блогер, Айнель Әмірхан, подкастер, феминист, кітап құмар. Тағы бір қызымыз қонаққа келіп жатыр екен. Назерке Сұлтанбек, менің атым Қарагөз Тұрмағанбет. Бүгінгі тақырып кітап деп жатырмыз. Сол кітаптың маңайындағы, айналасындағы түрлі ойды қаузап, ортаға тастап, мына жерде талқыламақпыз. Қош келдіңіздер дейміз. Енді біз дәл осы екі қызды шақырып отқан бір өзіміздің ниетіміз бар. Жаңағыдай қазір кітап оқу бір андай белгілі бір трендке айналғандай, әрине жақсы, кітап оқудың трендке айналғаны. Бірақ андай көпшілікте енді андай байқалады да, жаңағыдай әйтеуір бір мынандай жылына 50 кітап оқысам деген сияқты, немесе мына бизнесмен айтқан кітапты мен де оқуым керек деген сияқты. Бірақ оның жаңағы нақты өз өміріне, өзінің мамандығына, дамуына, нақты дәл сол адамға керек па, жалпы пайдалы бола ма деген сияқты көбісі бармауы мүмкін да оның жаңа анығына. Енді сіз екеуіңізді нақты осы кітап оқудың жаңа кәсіби осының несіне, кәсіби тұрғыда кітап оқитын адам ретінде шақырдық. Сол үшін енді сіздердің көзқарастарыңыз қалай қазір мысалға жылына 50 кітап оқимын деген адамның мақсатына? Сол туралы не ойлайсыздар? Қазір енді көпшілік сөйтіп сондай немен мақсатпен оқып жатыр да? Марфуға өзің бастасаң. Жылына ондай мақсат қою, жалпы мысалы ондай мақсатты кезінде мен де қойғам. 2017 жылы бір жылда 100 кітап оқимын деп, солай инстаграмға жазып, жариялап. Сол кезде сіз айтқан секілді сынағандар да болған. Не ол 100 кітап, ондай қоймау керек, әркім өз қалағанша деп. Бұл жердегі менің мақсатым, андай адамдар жалпы бір нәрсені бақылағанды, қарап, не істегенді жақсы көреді ғой. Мысалы, бұл оқимын екен, оқымаймын екен, соңына жеткіземін екен, немесе жалпы сенің сондай процесте жүргеніңнен олар мотивация алатын адамдар болады, шабыттанып кітапқа қызығушылығы артатын адамдар болады. Бір жағынан өзіме бір челлендж болды, өзім шынымен оқи аламын екен деген сияқты бір жылда 100 кітап. Сондай бір мақсатта мен солай қойып оқығанмын. Оның жаңағындай пайдалары болды, адамдарды шабыттандырды, көп адамдар кітап қолына алды, есіне түсірді кітап оқу қажеттігін деген сияқты. Бір сондай мақсатпен ары қарай ол менің жаңағы өзіме тастаған челленджім өзінің нәтижесін берді деп ойлаймын. Ал енді басқа адамдарға қатысты айтатын болсам, ол әрине жақсы. Бір жағынан сен ондай 50 кітап деп қойсаң, кітап оқуды сырып тастамайсың. Өйткені бізде қазір бізді алаңдататын дүниелер өте көп. Телефон бар, басқа да телефонның ішіне бір кірген адам, оның шығуы өте қиын. Сондықтан ал 50 кітап деген мақсаты тұрса адамның, ол периодически есіне түсіп тұрады кітап оқуы, қайтадан есіне түсіп, қайтадан оқып деген сияқты. Сондықтан ондай қойған адамдарға керек деп ойлаймын. Бірақ жаңағыда жақсы айтып қалдыңыз. Мысалы, ол андай бір адамдарға еру үшін, немесе басқа ол үшін болмауы керек та, немесе біреудікін қайталап оқиын деген емес. Мысалы, сол жасаған тізімінің өзіне бір пайда беретін, шынымен өзіне мысалы рухани ләззат сыйлайтын, көркем шығарманы әдетте оқимыз. Сондай бір дүниеде болу керек деп ойлаймын. Бір ана осын оқып жатыр екен, мына осын істеп жатыр екен деп, олай жаңағы еріп кеткеннен гөрі, ондай болса, біз көбіне пайдасыз білімді жинап аламыз. Ал біз пайдалы білім алу үшін, сол өзіміздің бақытымызға, басқаға қарай солайынан таңдау керек деп ойлаймын да. Мен өзім шынымды айтсам, адамдарды өйтіп жазғыруға жоқпын да. Ол көз бояушылық үшін 50 кітап оқимын, 100 кітап оқимын деп айтамы, өзі шын ниетпен айтамы. Мен үшін ол маңызды емес, себебі адам өз қатесінен үйрену керек деген позицияны ұстаймын. Егер ол биылдыққа 100 кітап оқимын, немесе 50 кітап оқимын деп көпшілікке еріп жасаса да, сол нәтижеге қол жеткізе алмаса, ол жылдың соңында түсінеді, маған бұл әдіс көмектеспейді екен, мен бұл әдіспен кітап оқи алмайды екенмін деп. Мысалы, мен өзіме келетін болсам, мен жоспар қойғанды өте жақсы көретін адаммын. Жылдың басында немесе желтоқсан айында міндетті түрде жоспар құрамын. Сол кезде айтамын, мен мынанша километр бір жылда жүгіріп өтемін, мынанша кітап оқимын деп. Және мысалы біз 4 жыл бұрын екеуміз Марфуғаның кітап жайлы сұхбат жазысқан, мен сол кезде мен айтқан, мен жылына 12 кітап оқимын. Әр айда бір кітап оқимын деп айтқанмын. Өйткені адамдар өз шамасына қарау керек та, жұмысы бар, отбасы бар,
телефон ба сондықтан ол өзінің мүмкіндігіне шынайы қарап өзіне қатты шамасы келмейтін нәрселерді қоймау керек деп ойлаймын. Бірақ ол оған өзі келу керек. Биыл мейлі 50 кітап оқимын деп көрсін, ал оқи алмаса, онда енді келесі жылы корректировка дейді ғой, жоспарларды корректировать етеді. Мен сұрағым келген, сен 100 кітап оқыдың ба 2017 жылы? Оқи алмадым. 100 кітапқа жеткен жоқпын. 80 бірдеңе кітап па? Марфуғаның өзі жетпепті ғой. Бірақ біз көбісіміз енді оқып жатқан кітаптарды Марфуға баяғыда оқып тастаған ғой. Ал енді соның ішінде мысалға жаңағы айтқан бизнесмендердің ұсынатын кітаптары, қазір мысалға кітап дүкендеріне кірсең, жаңа қазіргі ең көп оқылатын бестселлерлер тұрады ғой, бөлек қатарда. Ол жерде енді көбінесе сол жаңа жетістікке жету, жетістікке жетудің жолдары, бай болудың жолдары деген сияқты, Ол неге жалпы адамдардың жалпы мақсаттарының соған байланысты болуына ма, нақты кітаптар соған қызық, сол тақырыпта кітаптар қызық болады ма адамдарға? Неге дәл сол недегі бағыттағы кітаптар қазір ең сұранысқа ие? Өздеріңіз оқисыздар ма жалпы сондай кітаптар? Мысалы, успешный успех туралы. Мен студент кезімде қатты қызығатынмын. Жаңағы бедный папа, богатый папа, Кийосакидің оқығам, мотивациялық кітаптарды көп оқығам. Меніңше ол бір адамның қалыптасу кезеңіне байланысты. Мүмкін мен студент кезіме көбірек өзіме сенімсіз болған шығармын. Көбірек тезірек байығым келген шығар. Жатақханада тұрдым, өте қарапайым жағдайда болдым мысалы. Сондықтан студент мен үшін мүмкін сол кездегі сол кітаптар, сол ақпарат қажетті болған шығар. Ал қазіргі жалпы тенденцияға қарайтын болсаңыздар, тіпті подкаст, мысалы мен өзім подкастермін, қандай подкасттар қызығушылық тудырады адамдар деп жиі қарап тұрамын. Сол кезде міндетті түрде психологияға, мотивацияға негізделген, инфобизнеске негізделген эпизодтар, олар міндетті түрде жаңағы топ-чартта тұрады, міндетті түрде оларды тыңдайтын, оларды тыңдағанымен бөлісетін адамдар өте көп болады. Біз қазір сондай бір заманда өмір сүріп жатқан сияқтымыз, өзін өзі ізденіп, мүмкін ізденіп, мүмкін жылтыраққа қызығып, өйткені бірден байығымыз келеді, және мынау кітапты оқысам міндетті түрде менде жеңіл жолмен байып кетемін деп. Бірақ оның артында үлкен еңбек жатқанын бәрі біле бермейді ғой. Кітап оқығаннан байығандар аз, бірақ бірден байығандар, бірақ көзін тауып байитындар бар деп ойлаймын. Жаңа Айнель жақсы айтты, олды да менде бір кезең болды, менде оқығам ондай кітаптарды, расымен Кийосакидің кітаптарын деген секілді, немесе сол жетістікке жету жолындағы кітаптар. Бір сол кездері керегімізді алдық деп ойлаймыз, қажетімізді. Бір мүлде пайдасыз болды, мүлде не деп айтуға келмес, бірақ шынымен бір жаңағындай жетістікке жету, қазір шынымен сол нәрселер сәнде ғой, жетістікке жету, көп ақша тап, бай бол деген сияқты сәнде болғаннан кейін, әрине соған сай адамдар ойлайды ғой, мына кітапты оқи салсам, тезірек бай болып кетемін, тезірек жетістікке жетіп кетемін деп. Содан кейін де сондай кітаптарға сұраныс көп шығар. Өйткені расымен біз сондай қоғамда өмір сүріп жатырмыз қазір. Сол нәрселер насихатталатын, бір рухани құндылықтар емес, басқа емес, нақты бір сол жаңағы жетістік, ақша деген сияқты солар насихатталатын қоғамда өмір сүргеннен кейін, ол бағыттағы жаңағы өнімдер де сол өте үлкен сұранысқа ие, сосын сол бағыттағы кітаптар да сондай сұранысқа ие. Сол себепті деп ойлаймын енді. Бір қоғамның қазіргі бір сұранысы несі шығар енді. Бірақ Айнель жақсы айтты, расымен мен де ойламаймын, ол кітап оқып адам бітті, ол байып кетеді деген ондай әңгіме жоқ. Адам байыса, ол еңбегімен байиды, жаңағы әрекетімен байиды деген сияқты ғой. Адам байғысы келсе, күнделікті өмірін реттейтін күнделігімді алу керек дейсің ғой. Менің күнделігім. Енді Марфуғалар мысалы күнделік шығар жоқ, одан бөлек мысалы кітаптарды шығарасыздар, соны мысалға қандай да бір адамдардың қазір қызығушылығын, сондай бір статистиканы ескересіздер ме? Қандай, қайсы сатылады дегендей көбірек. Енді осыған дейін шын керек ондай нәрсе қараған жоқ. Мен былайынан қарадым, кітап шығарған кезде, мысалы енді мен тұлғалар өміріндегі ислам деген кітабымды жаздым, оны шығарған ол таза өзімнің қызығып жазған дүнием, өзім жақсы көріп, бір мынаны жазсам халыққа пайда
пайдасы тиеді деген немен жазылды. Одан кейін әлем таныған мұсылмандар шықты. Күнделіктер жасаған кезде де мен өзіме пайдасы тиген, кезінде өзім қолданған, солайынан жасаған дүниелер. Мысалы, біз ол кездері күнделіктерді әдетте біз орысша алатынбыз, бұрын мүлде қазақша күнделіктер болмайтын, а мен өзім күнделік толтырғанды, оның өзінде жаңағындай күнделіктер толтырған жақсы көремін да, мысалы андай. Бүгін осындай жақсы істер істеу керек деген сияқты нәрселерді жалпы өзім баяғыдан толтырған жақсы көретінмін. Сосын менде сондай типтегі күнделіктер бірі толтырылады, бірі толтырылмайды, бірақ сондайды өте көп алып қызығатынмын. Сосын анандай болды менде, қазақша осындай жоқ қой, мен сияқты жаңағындай орысшадан толтырып жүргендер бар шығар, басқа бар шығар деп бір сондай мақсатта шықты олар. Ал енді кейінгі кітаптар болса, бізде ана болуға дайындық, одан кейін сезім ұясы деген кітаптар шықты. Олар да менде мынандай болды, ана болуға дайындық, расымен мен өзім бала дүниеге келетін кезде мүлде дайын болмағанымды сездім. Ал ана кітапты көргеннен кейін мен ойладым, осылай мен секілді көп қой қыздар ешқандай дайындықсыз дүниеге бала келіп жатады. Біз ойлаймыз, андай тұрмысқа шықтық, болды, баласы болу керек сразу. Өзіміз де солай ойладық, хотя қанша кітап оқып жүрсек те ондай терең ойланбағанбыз деп ойладым да, сондықтан бұл кітап шығардық. Бір қазір сондай мақсаттармен шығардық. Негізінен тәрбиеге дейін түгелдей қамтылады. Денсаулықтан басталады, әсіресе әйелдің. Одан кейін жалпы психологиялық жағдай ішінде, енді қатты тереңдей алмасақ та, бірақ соның барлығы ең алғашқы көмек қой, былайша айтқанда анаға, соның барлығы қамтылады. Одан кейінгі шыққан сезім ұясы, біздің баспамыздан шыққан, ол да қыз бен жігіттің қарым-қатынасы, дініміздегі соның барлығы толықтай айтылады. Міне мұның барлығын біз шығарған кезде мен мына кітап өзіме пайдасы тиер еді, басқа адамдарға да пайдасы тисінші. Мына кітап мен жаңағы ана болған кезде мынандай кітап қазақша болған жоқ, мынау болсыншы деген сондай мақсатта шығарылды. Және мен ойлаймын, егер біз осылайынан жаңағындай халыққа не керек деп оларға ыңғайланып емес, шынымен мына нәрсе пайдасы тиеді-ау деп берсек, ол кейін ақша да әкеледі деп ойлаймын. Және ол біздің мақсатымыз орындалады да, расымен халыққа рухани пайда болады. Ал егер біз халықтың сұранысын қолай берсек, халықтың сұранысы андай ғой, бірде былай, ол ертең арзан күлкілі, арзан бір дүниені сұрауы мүмкін. Егер біз оларға ыңғайланып шығара беретін болсақ, мүмкін, ақша табуымыз мүмкін олдан. Бірақ мен өзім рухани тұрғыдан одан қанағаттанам, өзімнің ісіме көңілім толады деп ойламаймын да. Негізінен енді жаңағы баспасы болғаннан кейін әрине өтсе бұл кітаптар деп ойлайсың ғой, бәрібір о жағында қарайсың, бірақ негізгі мақсат ол бірінші адамдарға пайда келсе деген нәрсе тұрды. Қазіргі кезде бір сондай немен шығарып жатырмын. Мына нәрсе адамдарға пайда келсе, содан бір нәтиже көрсе, одан кейін Алла тағала ол өзі ризығын, басқасын өзі береді. Шынымен адамдарға егер пайдалы болса, сол нәрсеге сенемін да. Кітапты шығаратын адамды таңдағанда андай құндылығына мән беру керек қой, оқырмандар, мысалға енді тек коммерциялық мақсат болса, ол жерде мысалы біреудің өмірі деген сияқты, бір өсек-аян болуы мүмкін. Илон Масктың шешесі шығарған кітап бар ғой, ол таза коммерциялық дүние дейді. Ол ешқандай мысалы Назеркеге, я болмаса Айнелге ешқандай қатысы жоқ та, оның сосын ол жерде барлығы андай кейстерде, оның өмірінен ғана алынған кейстер. Мен де оқымадым соны. Оның өміріндегі дүниелер біздің өмірде. Бірақ негізі адамдар бөлісіп жатыр. Мен осы кітапты оқып, прям бала тәрбиесіне қатысты күшті инсайттар алдым деп, сондайды оқыдым да, мен ойладым. Мен оқуым керек аудио деп. Мен бір ютубте кітапханашы бір қыз бар, қыз болғанда келіншек па, білмеймін енді. Соның рекомендациясын үнемі тыңдап отырмын YouTube арнасында. Маған жіберші сілтемесін. Сол жерде жаңа жылдың қарсаңында әдетте адамдар сыйлық сыйлайды, соның ішінде кітап сыйлауға кеңес берер едім деп бір 5 кітапқа шолу жасайды. Соның арасында жаңағы Илон Масктың шешесінің кітабы болды. Бұны алмаңыздар, үзілді-кесілді қарсымын деді. Содан кейін деп ойланып қалдым. Шынымен де жылтырақтың бәріне жүгіре берудің қажеті жоқ. Негізі мен Айнель соның өзім YouTube-та канал жүргізетін ғой, бұрын кітапқа байланысты жүргізетінмін, кейін үзіліп қалды. Соны қайта қолға алғым келіп жүрді. Прям андай біздің қазақша қазіргі шығатын көп қой шығып жатыр. Соларға шолу жасау керек деп ойлаймын да. Сосын әділ баға айтылу керек та. Адамдарға расымен обал андай дымға тұрмайтын кітапты рекламасы өткен үшін сол алып алады да адамдар. А шын қарасаң
андай арзан қол дүние, мысалы сол дүрмекке еріп оқиды ол кітапты, мысалы ол адамның ақшасы кетті, уақыты кетті деген сияқты. Сондықтан бір андай расымен не жасайтын керек та, фильтр жасайтын жаңағы қыз секілді. Мысалы кейінгі кезде кітапты, қазақша әсіресе кітаптар өте көп шығып жатыр. Бірақ мен енді редактор болған соң қатеге, нүкте түрге өте қатты мән беремін да. Ашып болған кезде бірінші бетінде бір 5-6 қате көзіме іліксе, оны мен тіпті бүйтіп те қарамаймын ше. Ол бірден көзге түседі, жаңа техникалық қателер. Жауып тастай қоямын. Кейінгі шығып жатқан кітаптардың көбі солай шығып жатыр. Мысалы, жақында Еуразиялық кітап көрмесі болды ғой. Иә. Астанада, сол жерде жаңа кітаптар өте көп шықты. Неге редактор бош дейді? Маған редакторлық ақша Сен біздің подкастта жарнама жоқ дейсің, жарнама кетті. Мен үндемей отырмын да емес. Айтпақшы, мен бағана қалжыңдап жатыр едім, ой сандыққа бүгін ой детокс келді деп. Мына ой детоксқа кішкене өте күшті атау қойыпсыздар негізі. Менің минутам ба жарнама? Минута слабый. Мен негізі жаңағы айтып жатсыздар ғой, мынандай кітапқа әділ баға беру керек деп. Бірақ мен таңғаламын да кейде сөйтіп. Неге бізге ұнаған нәрсе міндетті түрде елге де ұнайды. Немесе біздің пікіріміз 100% керемет деп ойлаймыз. Бізге ол меніңше енді әрине қазір кітап қымбат. Оған адамдар көп ақша жұмсайды. Бірақ менде бір сондай жағдай болды бірнеше жыл бұрын, есімде жоқ, бір қандай да бір кітап жайлы бөлістім өзім Инстаграм парақшамда. Сосын маған бір оқырманым жазды, сіз ашулы хат жіберді личкама. Сіз ал дегеннен кейін алып едім, бұл 5500 теңге тұрады екен, уақытымды бөлдім, сізге сендім. Сол кезде бір ешқандай өзіме ұнайтын, маған пайдалы болатындай ақпарат алмадым деді. Мен соны оқыдымда бірнеше күн андай стрессте болдым, себебі ойладым, мен енді ешқашан пікірімді айтпаймын, мен ешқашан енді қандай кітап оқу керек екенін мен бөліспеймін деген сияқты сезімде ойда жүрдім. Бірақ кейін ойладым, енді ол кісіге пайдалы болмаған шығар. Мүмкін менің қазір эмоционалдық, өзге де деңгейім оның деңгейімен сәйкес келмеген шығар, оған мүлде басқа ақпарат керек болған шығар деп өзімді тоқтаттым. Бірақ қазір мысалы мен өте сирек кітапқа рецензия жазамын. Рецензия жазғанда да менің пікірімше бұл осындай. Мен де соны айтқым келген. Біз таңбай, керісінше бұл менің өзімнің субъективті пікірім. Ал оны оқисыздар ма, оқымайсыздар ма деп әр неден кейін соңында айту керек та адамдарға. Бұл енді әрбірден кейін оның жаңағы нелер бар ғой, телеграм бар, немен әлгінің аты, ютубте де бар, неше түрлі рецензиялар, сосын электрондық кітаптар да бар ғой, мысалы басында егер электрондық кітапты оқи алмайтын болсаң, енді бір сәрі да, егер кіріспесін ең болмаса басында бір шолып көрсең, тарауларды түсінесің да, ол саған қызық па, қызық емес па деген сияқты. Электрондық нұсқасын интернеттен тегін жүктеп алып көріп алуға болады бір шолып та. Егер сондай кеңестер айтылу керек сияқты. Ол жалпы маған қатысты емес, қазіргі қоғамдағы тенденцияны көрсетіп. Бізде мысалы танымал блогерлар бар, танымал жұлдыздар бар. Адамдар оларға құдайдай сенеді. Міне мәселе қайда жатыр. Ол кісіде, ол маған мысалы ол ойлады, Айнель күшті кітап оқиды, мен мүмкін оған ұнаған шығар, менің бір өмірлік салтым ұнаған шығар. Ол ойлады, Айнельдің айтқанының бәрі керемет деп ойлады. Ол үлкен бір сенімнен туған дүние, мен оны құрметтеймін, бірақ бұл үлкен сабақ болатын нәрсе де бір жағынан, себебі оған да, маған да, және қазіргі біздің қоғамда болып жатқан нәрселерге де, мысалы блогерлар, жұлдыздар мынаны жарнамалап ал десе, ол міндетті түрде керемет дүние деген нәрсе емес. Адам өзінің критикалық ойлауын қосу керек. Бүгін Айнель күшті деді ма, Марфуға бұл жайлы не айтты, көрейінші деп қарау керек. Ютубта өзгелер. Сосын жаңағы таразылап, еліктен өткізіп, сол 5500 теңгесін ол қазір қиюға дайын ба? Және оны қиғанда да ол ондай ақпарат мен алғандай сезімге, мен алғандай білімге бөлінбесе, ол көңілі қалса да соған 5500 теңгесін қиюға дайын ба? Міне осындай сезімдерден туындайтын нәрсе да. Мысалы, маған біреу ұнаса, бір кітап ұнаса, және оған әртүрлі пікір болса, менің қалтамда артық ақша болса, мен бәрібір де өзім оқып көргім келсе, мен міндетті түрде аламын. Және Илон Масктың мысалы кітабын алмадым, себебі шынымен неше түрлі пікірлер болды. Бірақ ойладым кейін, мысалы, шынымен
алғым келіп жатса, басқа оқитын түк таппай жатсам, алып көрейін деп мысалы. Демек, андай әр әйел оқу керек 100 кітап деген сияқты тізімдер де ол бәріне келе бермейді, иә? Дегенмен де, мысалы, бірде баяғыда бір пост жазғаным бар еді. Мэг Джейдің «Важные годы» деген кітабы бар ғой. Соны мен, мысалы, әрбір қазақ оқуға тиіс кітап деп есептеймін. Себебі оның ішінде түрлі кейстер алынады, біріншіден. Сосын ол америкалық ортада өскен адамдарға қатысты дүние болғанмен де, біздің қазіргі замандағы психологиялық тұрғыдан кереғар пікірлер, я болмаса проблемалар көтеріледі. Өте жақсы көтеріледі. Әсіресе жастардың өз бір орнын таппауына байланысты, я болмаса мамандық таңдауға келген кезде қандай да бір қателіктерді жіберген болса, соған байланысты бағыт-бағдар беретін кітап ретінде мен сол кітапты оқыған кезде, мысалы, психологтың қабылдауында болған сияқты әсерде қалдым мен, мысалы. Соны пост қылып арнайы жаздым. Мен де жалпы жаңағыдай өзімнің пікірімді тықпаламауға тырысам, бірақ дәл осы Мэг Джейдің кітабына қатысты от 20 до 30 важные годы Саммари жазып берем дегенсің. Саммари 3 жыл болды жазатқан мен. Алба редакторлық. Бастадым да. Нелері бар андай, ойлану керек деп. Тараулар айтып отырмын ғой, неше түрлі кейстер. Қабылдауда адамның санасына байланысты ғой. Мысалы, сен ол кітапты солай қабылдадың да, сол момент. Мен оны 29 жасында ма оқыдым мен оны. 29 жасында. Одан дейін үлгі, 30-ға дейін оқу керек. Жоқ, ол кітапты үлгерді ме? 40-та да оқи беруге болады негізінде. Ол кітап психологтың қабылдауына бара алмай жүрген адамдарға, я болмаса психолог деген дүниені бір ауру адамды емдейтін сияқты деген жаңсақ пікірді жүрген адамдарға дұрыс пікір қалыптастыруға көмектесетін кітап деп ойлаймын мен. Қыздар қалай ойлайсыздар? Мысалға, кітап мүлдем оқи алмаймын мен, менікі емес деген ол рас па? Әлде кез келген адамның кітап оқу несін оятуға болады? Мысалы, мен өмірде барды сондай адамдар. Мен кітап оқу деген маған түсінемін, ол пайдалы дейді, бірақ мен мүлдем кітап оқи алмаймын және оқымаймын да деген. Әлде ондай шынымен солай оқи алмауы мүмкін ба? Әлде кез келген адамның қызығушылығын оятуға бола ма кітапқа деген? Қалай ойлайсыздар? Мен ойша болады деп ойлаймын. Өйткені, мысалы, біз кішкентай баланың өзіне кітапты ақырын қызықтырып, бір қадам-қадамдармен үйретеміз ғой, ақырын-ақырын. Сол секілді ересек адамды да сондай бір жолдары керек деп ойлаймын. Мүлде қызықпайтын адамның өзіне бірінші мүмкін аудио түрінде, видео бірдеңелерді көрсетіп, жанрларға байланысты. Сосын жанрларға байланысты ол адам нені жақсы көреді, қандай қызығушылығы бар деген сияқты. Сол қызығушылығына сай бір кітап таңдап берсе деген секілді. Өйткені фэнтезиді жақсы көретін болса, Гарри Поттердан бастаған. Мысалы, сол секілді, Өйткені мен өзім сіңілімді де айтуға болады. Ол негізі студент кезінде мүлде кітап оқымайтын еді. Содан мен оған ақырын медициналық кітаптарды ұсына бастадым. Оның неліктен бұны оқыса, оған қосымша ақпарат ала бастады. Неліктен бұны оқу пайдалы, неліктен кітап оқу керек деген нәрсені түсіндіре бастадым. Сен қазір медицина университеттен оқып жатырсың, бірақ сен егер мына кітапты оқысаң, сен сол оқып жатқаныңды тереңірек білесің. Сен өзіңнің қатарластарыңнан оқ бойы алда тұрасың. Сенің басқандай жаңа критикалық ойлауың қосылады деген секілді бір артықшылықтарын айтып, одан кейін жаңағы кітап туралы мен өзім оқымадым, мысалы ол кітапты, бірақ зерттедім. Бұл кітап қаншалықты несімен қызық, неліктен жаңағыдай бұл дәрігер, қараш мына дәрігер қандай үлкен жетістікке жеткен деген сияқты бір сондай нәрсемен әкеліп, және міндетті түрде өзім айлығымнан сол кезде кітап алып беретінмін. Айына оған 1-2 кітап міндетті түрде сол бағыттағы адамның ағзасына байланысты кітаптар оқыдың ғой? Мысалы, сол көпшілік оқыған тілі жеңіл кітаптардан бастады. Ал қазір енді, мысалы, сол сіңілім өз бетімен оқиды, және өзі жақсы көріп оқиды. Одан кейін ол көркем әдебиетті мүлде оқымаған адам ғой, көркем әдебиетті де оқиды. Айтады, қазір мысалы айтады, мен көркем әдебиет оқысам, демалам, кәдімгідей жақсы көрем деп. Медицина тақырыпта көркем әдебиет өте көп. Орта әсер етеді. Сосын жаңағыдай бір дұрыс түсіндіре білу, дұрыс кітап таңдауға көмектесу ма, сондай бір әрекеттер. Ол ертеңгі күні алдына келген пациентке қарапайым тілмен түсіндіруді меңгереді. Жазуына әсер етеді кітап бәрібір. Біз ойлаймыз ғой, мысалы, кітап оқу ол тек қана андай нелерге жарайды, көп нәрсе білесің, анау-мынау деген сияқты. Бірақ мен осы қазір ойлаймын, мен жазуым қалай қалыптасты деп ойлаған кезде, соны ойлап қарасам, сол қазақша оқыған кезінде, мектеп кезінде әсіресе қазақ
қазақ әдебиетін көп оқыдым ғой. Мысалы, соның барлығы менің жазуыма әсер еткен екен. Сосын сауаттырақ болуға, соның барлығы бәрібір. Іркілмей сөйлеуге. Иә. Мысалы, сөйлеп отырған кезде бір өзімнен шығады деп ойламайтын сөздер шығады. Сосын ойлаймын, бұлар қайдан пайда болды? Иә, қай кітаптан алдым? Сөйтсем, адам өзі олай ойланбауы мүмкін, бірақ сіңіре береді екен. Осылай, менде де осындай болады, жаңағы сөйлесіп отырамыз ғой. Мен бір кітап керемет күнде кітап оқитын адам емеспін негізінде. Сосын менің андай бір әдетім бар, бір кітапты бастаймын да қызығып кетемін. Мен қызығушылығым тез оянады. Көп нәрсеге, медицинаны, көркем әдебиет бәрін араластырып оқимын. Сосын орысша, қазақшаны араластырып оқи беремін. Сосын кейін тоқтап қаламын да бір басқа бір нәрседен екінші нәрсе секіріп кете беремін. Бірақ не айтайын дедім? Менің жұмысым неге байланысты ғой, редакторлық, аудармашылық. Соған келген кезде адам күнделікті өмірде қолданбайтын, бірақ анау жерден бір сөздер шығады. Сол кезде әсіресе Қазақстан балапан арнасына аудармашылықпен айналып жүрген кезде, мультфильмдерді, фильмдерді аударып жүрген кезде, андай күнделікті өмірде қолданбайтын, бірақ бір қызық сөздер шығады да, сосын осыны сен қайдан алдың дейді да. Шығады екен, ол баяғыда бір оқыған кітаптар. Сынып қалады адамға. Сол үшін де керек. Менің үйімде кітап көп. Менің үйіме қонаққа келген адам 1-2 күнге келсе, кітап оқымайтын, өмірі кітап оқымайтын адам кітап оқып кетеді. Сондай бір атмосферасы бар. Себебі, мен білмеймін, кітап оқымаймын деген адамдардың үйінде көбінесе кітап болмайды. Осыдан байқайсыздар ма, иә? Сосын міндетті түрде қазір үлкен қалаларда, енді шағын қалаларда білмеймін, кітап дүкендері бар, иә? Қандай о жерде тәтті де сатылады, кофе де сатылады. Мысалы, оны отбасыңмен баруды дәстүрге айналдыру керек. Балаларға міндетті түрде, мысалы, мен жатарда кітап оқып, мысалы, біз торговый центрге барамыз ғой, балаларымызды ертіп. Сол сияқты кітап сататын дүкендерге де бару керек. Ол жерде сен балаңа тәтті алып бер, сен ол жерде әдемі қаламсап алып бер, өзің кітап ақтарып қара, өзіңе кітап ал. Яғни ол, мысалы, көп айтады, қалай кішкентай балаға кітап үйретеміз оқуды, қалай ол кітап таңдау керек. Осының бәрі ол өзіңнен элементарный нәрсе да. Сосын міндетті түрде үйіңде болса, мен кітаптар үйімнің әр бұрышында шағып шығады. Мен тіпті былтыр ремонт жасадым. Сол кезде кітап полкам бірақ жерде, бірақ әр бұрышта, егер үйіме келсеңіздер, әр бұрышта кітап болады. Сен әр бұрышқа отырсаң, әйтеуір қолыңа бұрында журнал түскенде, иә, кітап парақты. Мен өзім әр жерге әртүрлі кітаптар қойып қоямын. Сосын кітап сыйлау керек. Міндетті түрде кітап, мысалы, Марфуға кітап сыйладым дейді, сол сияқты мен де сіңлілеріме оқысын, ой, Айнель әпке оқымаймын, мен киносын көріп қойдым, мультфильмін көріп қойдым десе де, мен кітап апара беремін. Уақытың болғанда, жазда, әйтеуір бір күні қарасам оқиды. Бір сондай болады да. Поезда күшті оқылады. Поезда күшті оқылады. Сосын балалармен, мысалы, мүмкіндік болса, кітап мен енді өзімнің подкастымда айтқам, Раиса Қадырмен әңгімем жаздым, жаңағы Харри Поттер жайлы. Сол мен қанша бір 8 жыл ма, есімде жоқ, әйтеуір Шотландияға барамын, жаңбыр жауып тұрады, андай автобустар болады ғой, тур жасайтатын, қаланы аралатып. Сол кезде мен әлі есімде жаңбыр жауып тұр, күн суық, бәрі айтады, мынау Джоан Роулингтің, мынандай Гарри Поттердің мынау томын жазғандағы кафесі, мынау томын жазғандағы қонақ үйі деп айтады да, енді осы жерде отырып жазған деп. Адамдардың бәрі тыпырлап түсіп кетеді, жаңбыр жауып тұр. Мен мысалы ойлағам, 2 сағатта тез аралап үйге қайтайын деп, автобустан шықпай. Сол кезде мен Гарри Поттерді оқымадым. Бірақ мен ойлаймын да, сол кезде мен Харри Поттерді оқысам, немесе ол жерде жаңағы ата-анасы ертіп барса баласын, жаңағы аралатса, ол үлкен мотивация да, кітаптың ізімен әлемді аралап танып білуге болады. Өте күшті. Мысалы, екеуміз неге бардық? Сен бөлек, мен бөлек, Орхан Памуктың сезім мұражайына. Мысалы, мен сол кітапты оқығаннан кейін бардым. Қандай күшті, мысалы. Сен оқығаныңның бәрі көз алдыңда тұрған кезде, оның әсері де керемет болады, өзің де өзге бір әлемге түскен секілді әсерде боласың. Мысалы, мен Толстойдың Ясная Полянасына бардым ғой. Мысалы, оны оғанға дейін сен оқып жүргенің ол мүлде бөлекті. Фотоларын көрдім, оның барлығы мүлде бөлек, ал барған кез ол
мүлде басқаша әсер. Одан кейін кітапты талқылау керек. Негізі сіз жақсы айттыңыз. Ата-ана, мен осы жағынан әкеме алғыс айтқым келеді. Сол біз әкем екеуміз кітапты өте көп талқылайтынбыз. Үйде, шай үстінде, басқа кезде. Мысалы, бірінші әкем оқиды, одан кейін маған береді ол кітапты. Сосын мен оқып шыққаннан кейін, анау неге бұлай істеді? Әр кейіпкердің әрекетін талқылайтынбыз. Мен әлі есімде, мысалы, недегі Оралхан Бөкейдің Қарғызындағы Қоңқай шалы бар ғой, недегі тауда тұратын. Мысалы, соны айтатынбыз. Соны папа түсіндіретін, мысалы, өмірде осындай адамдар болады, осындай жаңағындай осындай әрекеттер жасайды, сондай енді жаман адамдар деп айтамыз ғой, енді жаман кейіпкерлер сондай адамдар болады, иә. Олар осылай болады деген сияқты. Сосын түсіндіреді, сенің баласың, сен оны, осындай да болады екен ғой деп, бір сенің өмірге көкжиегің кеңейеді, бір көзқарасың қалыптасады, солайынан. Расымен балалардың әр несін талқылап, әр сұрақ қойса, мысалы, мен кішкентай қызым 3-ке келеді Алла қаласа. Онымен неден Степ Уорлдтан шыққан Жұлдыз құртты осы жақында көрмеден алдым аялаға арнайы. Сосын күнде қарасам, кеше ол бүкілін жаттап алған сөзін. Айтып жатырмын да, аяламаған сол нені айтып бер, Жұлдыз құртты айтайықшы десем, ол айтып жатыр, жаңағы жұмыртқадан ол тырс етіп шықты, Жұлдыз құрт шықты. Одан кейін ол неше апельсин жебеді десем, 4 апельсин анашым деп жатыр да, 4 апельсин жеді, ол жеп қойды, қарны ашты, жапырақты да жеп қойды. Соның барлығын, ол барлығын жаттап алған, ананың әр несіне дейін, негізі кішкентай балалар сондай не болады, зерек, қағып алады. Бұл жерде ата-ананың да жұмысы бар ғой, яғни баланың өзіне еркіне беріп қойсаң, ол оқымайды ғой. Оқымайды. Кәдімгідей ата-ананың еңбегі бар. Айналысады, міне оқыш қызықтырады дегендей. Оқып беру керек, одан кейін сұрақ қою керек оларға, жаңағындай. Ол не істеді, ана Жұлдыз құрт неғып одан шықты деген сияқты. Олардың жауаптарын естісең, өте қызық неше түрлі нәрселер айтады. Соған қарайсың да, өзіңде андай мотивация өзіңде де оянады. Мен енді мынаған анандай кітап алып берейін деп. Жаңада айтып жатырмын ғой, Мержанның Батыр қоянын өте қатты жақсы көреді да. Кәдімгідей Батыр қоян, жүр Батыр қоян оқимыз десең, ол бүкіл нәрсені тастауға бар. Көріп отырған мультфильмін тастап кетеді. Өйткені ана кейіпкерді қатты жақсы көреді, жаңағы Батыр қоянның бейнесін. Сондықтан оның ана неден, қасқырдан, түлкіден құтылғанын, соның барлығын өзі. Сосын бір қызығы, мен басқаша оқып беремін оған. Оқығанда сөзбе-сөз оқымаймыз ғой, әлі бір айтып береміз да. Одан кейін әкесі басқаша оқып береді, ата-әжесі басқаша оқиды. Ол соның әркімнің версиясын тыңдауға әзір, әр түрлі қылдырып тыңдайды. Сондықтан баламен солай жұмыс істеу керек екен да. Енді бүкіл кітабын алып беріп, өзінің жасына сай қызықтырып, солай ақырын өсіріп, үлкен кітаптарға да жеткізуге болады да. Бұл енді балалық шақтағы егер сол кезеңді өткізіп алсаң, мысалы, жасөспірім кезде, жеткіншек кезде, меніңше кештеу болады. Кештеу болғанда да, ол да кеш емес негізінде. Негізі айналысса кеш емес. Жаңағыдай Харри Поттермен қызықтырса. Көп адамдар айтады, мен ұйықтап қала беремін, алғашқы қалам деген сияқты. Ұйқың келмесе кітап оқы дейтіндер Біріншіден кітапты түрегеліп оқу керек деп ойлаймын мен, мысалы. Жарты аудитория кетіп қалды қазір. Жатып оқыған кезде былай етпетінен, я болмаса шалқалап жатып оқысаң, жалпы жатып оқу мүмкін емес, ұйықтап кетесің. Біріншіден, екіншіден, мүмкін жатып оқитын шығар, отырып жантайып деген сияқты. Ол өтпейді да олай кітап. Сосын біріншіден, екіншіден, меніңше, егер қара сөзді оқи алмайтын адамдар болса, өлеңнен бастау керек сияқты. Ол да жақсы идея. Өлең деген жұмыр дүниеді, оның басы бар, аяғы бар, жұмыр дүние. Өлеңнен бастап, бұндай ақиық ақындарымыз бар, мысалы. Сосын батырлар жыры бар. Мен бала кезімде көп батырлар жырын оқығам. Ол тоже өте қызық болады. Батырлар жыры, жаңағы, сосын олар қысқалау да, тез бітіріп қоясы. Сосын кейін қандай да бір сюжеттік линия бар да, сосын соны оқығаннан кейін біреуге айтқың келеді, мысалы. Сөйтіп әрі қарай қызығушылық кете береді да. Бөлісесің деген сияқты. Меніңше солай істейді. Бұл да бір варианттардың бірі. Мен мысалы, әсіресе орыс тілін үйренген кезде мен неге поэмаларды, өлеңдерді оқу арқылы үйрендім. Орыс тілінде ең қиын ударение ғой, екпінді түсіруге байланысты. Ал өлеңде тура сол екпінге байланысты өте көп жәрдем береді адамды түсінуге. Анау
кейбір сөздерді мысалы торт дегеннің әлі күнге дейін біз ударениесін дұрыс айтпаймыз ғой, соңында мысалы неғып жаңылтпас сияқты қылып өлең жолдарымен береді ғой, ана есте сақтау үшін. Негізі өлеңді көп оқыған дұрыс кез келген. Бекер емес қой, жаңағы кішкентай күнінде балаларға мектеп бағдарламасында өлең өте жиі кездеседі. Меніңше сол адамның біріншіден ойлау қабілетін жүйрік қылады, екіншіден кітапқа деген қызығушылығы оянады, себебі шығарма кішкентай, қысқа, нұсқа, әрі қарай бұдан басқа тағы не бар екен, бұдан басқа тағы не бар екен деген сияқты оқығың келе береді деп ойлаймын. Кітап оқудың да бір андай деңгейлері болатын сияқты да, шеберліктің. Мысалы кітап оқуды қаншалықты қандай көлемде оқисың, қаншалықты көп оқисың, қаншалықты күрделі кітаптарды оқисың деген сияқты. Сол тұрғыдан мысалға адамдар андай өзін жазғырмау керек сияқты ше. Мысалға Марфуға немесе Айнелді қарап отырып, андай бір өте қиын кітапты немесе немесе андай бір өте көп кітапты оқыса, мені қарашы, мен әлі жүрмін деген сияқты андай өзін жазғырмау керек сияқты адам. Ол мысалы 50 беттік кітап оқыса да мүмкін соның ішінен ол өзіне керегін алатын да. Сол сияқты мысалға Марғұлан Сейсенбайдың мен кітап жүйелеу жайында видеосын көріп, мен мысалға андай мүлдем басқа планета сияқты көрінді маған, өйткені ол кісінің мынандай арнайы полкасы бар, жаңа сөресі бар, кітапқа арналған, жаңа оқылған, оқитын және қайталап оқитын, ол жүйе енді қарап көріңіз, YouTube-та соған арналған видеосы бар. Кәдімгідей арнап жазулармен мына кітапты қайттан оқимын деген сөресі бар, мына кітапты оқыдым. Балаларды үйіне келген қонақтарды соған мән береді. Кәдімгідей жүйелі. Сосын ішіндегі жаңа белгілейтін әр түспен мына жерін қайттан өзіме белгілеп алуым керек, мына жерін өмірімде пайдалану керек деген сияқты стикерлермен белгілеп қояды кітаптарды. Яғни ол Марғұлан Сейсенбайдың кітап оқу деңгейі енді ол космос, кәдімгідей басқа жаққа кетіп қалғанда ол өте биікке кетіп қалған. Сол сияқты мысалға әрине ондай тұлғаларды көресің, қатты қызығасың, кішкене болса да енді өзің өміріңе енгізуі мүмкін, бірақ андай адамда сондай бір не болмау керек та, өзін жазғырып, мысалға мен осындай болмай жатырмын деген сияқты. Сосын жаңа осы мәселеге қатысты кітапты соңына дейін жеткізу деген нәрсе бар да. Мысалға мен андаймын, мысалы бір кітапты қызығып бастаймын да, бірақ ол маған қызық емес болып көрінеді, бірақ мен соңына шейін жеткіземін ше, маған ұнамаса да. Біздің Назым деген құрбымыз бар, ол да кітапты күшті оқиды ғой, Назым. Бірақ ол айтады, қойшы, маған ұнамаса мен қоя саламын дейді. Мысалға, енді білмеймін ол қай жағынан дұрыс екенін, бірақ негізі қызық болмаса оқымай қойған да дұрыс сияқты, оған уақытыңды құртып, кітап көп, егер саған тартпай тұрса, не үшін өзіңді қинайсың, егер ары қарай қызық болмаса деген сияқты, одан да қоя салып басқасын оқи беру керек деп ойлаймын. Ештеңе етпейді. Яғни анау мысалы мақсат тұрады ғой, жаңағыдай галочка қоюым керек, болдым деген ше, андай дан деген, сондайдыр. Бір галочка қоясың. Өзің сондай жең. Бір мұғаліміміз айтушы еді, кітап оқи алмайтын балаларға айтатын еді. Баяғыда Пушкинде кішкентай кезінде 4-5 жасында үлкен, биік, сөрелері көп кітапханасы бар екен, атасының кітапханасына кіреді екен, көреді екен, ана кітаптарға, оның атасы сосын медик. Пушкиннің атасы медик болған екен да. Медицинаға қатысты, ботаникаға қатысты, медицинаға қатысты, шөптерге қатысты кітаптар өте көп болған екен. Бірақ ешқайсысын түсінбейді ғой, кішкентай бала ғой, 5-6 жасар деген сияқты. Бірақ сонда да ол алып оқи береді екен да. Просто әріп таныған үшін соны қуанып, соны оқи береді екен. Азынан кешке шейін оқи береді екен. Сөйтіп кітапқа деген жаңағы Айнель айтқандай ғой, үйіңде кітапхана болуы. Мүмкін сондықтан да шығар, жаңағы жазушылық қабілеті тез қалыптасты деген сияқты. Бала кезден қалыптасады. Бізде адамдар кітапты көбінесе жұмыс ретінде ойлайды да, кітап оқу. Оларға ол жұмыс қиын да. Ал маған да, Марфуғаға да мысалы ол ләззат сыйлайтын процесс да. Бізге ол демалыстың бір түрі. Біз оны кітапты алып, мен қазір өзім көп замандастарым немесе сұрайды енді, қалай кітап оқысақ болады, қалай үйренсек? Мен айтамын, сіз ең бірінші, сіз кітап оқуды жұмыс ретінде қарастырмаңыз. Тіпті кітап оқуды қалыптастырғыңыз келсе, қазір әдістер өте көп. Мысалы, күніне міндетті түрде жарты сағат кітап оқимын деп жоспар жазыңыз, бірақ
өзіңізге ләззат сыйлайтындай оған қосымша бір процесс табу керек. Мысалы, сіз таңғы асты ішкенді жақсы көресіз, бірақ күнде сіз бара алмайсыз таңғы ас ішуге, енді әжептәуір ақша керек. Аптасына бір рет әдемі кітап сатып алыңыз да кофеханаға барыңыз, кофе алыңыз, сөйтіп бір сағат кітап оқыңыз. Мысалы, қазір сіздер кафеге барсаңыздар, мен өзім жиі кездестіремін қыздарды, жігіттерді кітап оқып отыратын. Маған ұнайды. Ол бір жағынан сіз өзіңізді марапаттайсыз. Екіншіден кітап оқисыз, үшіншіден оны әдет ретінде қалыптастырасыз. Яғни сіздің миыңыз, нейрондарыңыз басқаша қалыптасады. Сіз оны жұмыс ретінде емес, ләззат ретінде қала аласыз. Міне осылай да көрсеңіздер болады. Мен де бір лайфхак айта кетейінші деп. Үнемі кешігіп жүретін адамдармен кездесуге барғанда, кітап дүкенінің жанын әсіресе қаракөзбен кездесерде мен кездесерде кітап дүкеніне барыңыз. Сол кітап дүкеніне кездесуді белгілеңіз да. немесе сөмкесіне кітап алып бар. Иә, я болмаса өзіме бір кітап алып келіп, сол ашып оқып деген. Мен бір сіңілім бар. Кездескен кезде не ол, не мен кешігіп жүреміз. Бір-бірімізді жақсы түсінеміз деп. Содан меломанға кіріп кетеді де, ол кітап оқып отырады. Айнұр, сен бұрын айтушы едің ғой, неде мен метрода оқимын деп. Әлі де метрода оқисың ба? Мен қазір енді бұрында метроға жұмысқа қатынайтынмын ғой. Қазір енді жұмысқа жақын көшкеннен кейін мен жаяу барам, бірақ аудио тыңдаймын. Аудио кітап тыңдаймын, подкаст тыңдаймын. Сосын жаңағы міндетті түрде соткамда бір екі кітап жүктелген болады. Библиотекада жаңағы кезекте тұрғанда, біреуді күтіп тұрғанда кітапты. Мен ешқашан ішім пыспайды. Сосын мен кешігіп келген адамдарға ұрыспаймын. Бұрында мысалы айтатын, қайда жүрсің? Мен сені сонша күттім, сен менің уақытымды қадірлемейсің деп ренжитімін. Қазір мысалы кітап қолымда, ол адам қанша уақыт кешіксе де күтем сабырмен. Бірақ ол адам ұрыспаймын. Есесіне мен кітап оқып Иә, есесіне кітап оқып. Мысалға, менің өмірімде мынандай ситуация. Мен тұрмыс құрмай тұрып, кітап оқу маған оңай болатын. Яғни маған ол ләззат сыйлайды, және оны жасау маған оңай болатын. Уақыт жағынан өзімді уақытымды реттей аламын дегендей. Қазір бір бөпем бар, және мен бір әулеттің келінімін дегендей. Маған қазір уақыт тапшы кәдімгідей кітап оқуға. Сол жағынан мысалы Марфуға да мүмкін бір лайфхактар бар шығар, өйткені енді бізде келіншектер көп қарайды. Баласы барлар, ата-енесімен тұратындарға қандай мысалы кітап оқуға қандай жолдар бар. Енді бұл мендегі де қазіргі больная тема деп айтадымыз ғой, сондай жағдай. Өйткені менің де кітап оқуым азайып кетті тұрмыс құрғаннан кейін, әсіресе сол кішкентайларымыз дүниеге келгеннен кейін. Бірақ енді бәрібір барынша тырысу керек деп ойлаймын да. Адам жаңа айтқандай, біз телефон қарауға, басқаға уақыт тауып жатырмыз ғой. Яғни бізде приоритеттер кішкене өзгерген болып тұр да. Негізі ақырын сондығын алға кітапты шығарсақ, немесе бала ұйықтатып жатқанда, мен бұрын андай істейтім. Мысалы, бала ұйықтатып жатқанда телефоннан бірдеңе қарап отырамын да, аяққа салып не істегенде, тербеткенде телефонды қарап отырамын мысалы. Сосын қазір ойлап жүрмін да, неге мен телефоннан кітап оқымаймын? Мысалы, жоқ деп айтамын ғой, неге Құран оқымасқа телефоннан? Ал мен сол моментте ойласам, әлеуметтік желіні ақтарып, сөйтіп отырады екем. Сондықтан андай өзімнің сылтауларым көп екен деп ойладым да, расымен. Иә, үйден шықпаймыз көбінесе, үйде рутина, тамақ пісіріп, олай былай істеп жүрміз, немесе тамақ пісірген уақытты, үй шаруасымен айналысқан уақытта барынша солай тиімді пайдалануға тырысам. Иә, аудио тыңдап, немесе подкаст тыңдаймын деген сияқты. Мысалы, солай уақытты бөліп қою керек секілді. Мен жаңа Айнел жақсы айтты, мысалы кофе неге жақсы бір нәрсе істеген кезде екеуін байланыстыру керек деген нәрсені. Мысалы, солай бала ұйықтатқан кезде мен кітап оқимын. 5-6 бет болса да, көп болмаса да деген сияқты, бір сондай бір нәрсе қою керек сияқты. Бір іспен бір істің байланыстырып қойсақ, сол жақсы секілді. Әсіресе визуалдарға жақсы лайфхак екен. Мен мысалы аудионы қабылдай алмаймын. Мен бір нәрсені тыңдасам, бір нәрсеге назар аударсам, соны көруім керек, соны тыңдауым керек. Мен көзбен көріп қабылдай аламын ақпаратты. Мен аудио арқылы қорыта алмаймын. Мен аудионы 2-3 қайталап тыңдауым мүмкін. Себебі ойым басқа жаққа кетіп қалады. Ішінде бір сөзге ілмек қылып іліп аламын да, сосын ары қарай ойым өзімен өзі кетіп қалады. Тұра тұр деп қайтып келемін жаңағы жерге ше, мысалы. Сондықтан маған кітапты визуалды түрде оқу керек. Бұрын мен мысалы Қосшыда тұрам, Астанада
Қазмедиада жұмысым, екі ортада жолым әр жарты сағат, бер жарты сағат етті. Сол кезде баяғыда бір бастап унесенный ветром. Соны Маргарет Митчеллді бастап аяқтамаған едім, бірінші томның жартысына келдім де тоқтап қалған болатын. Сол кезде жаңа Қосшыда тұрған кезде әр бері жүріп, қанша бір 10 күнде ма оқып тастадым. Сол күніне жарты сағаттан бөлгенде, көзім зрением нашарлады бірақ. Сондай кез келген әдетті қалыптастыруға болады. Мысалы, мен подкаст бастағанда маған бәрі айтатын, біріншіден подкаст деген не, екіншіден мен тыңдай алмаймын. Мен көңілім бөлініп кетеді деп. Бірақ мен айтам, оны да бірден кішкентай балаға да айтады ғой, бір тамақты 3 рет беруің керек, кемінде ол дәмін сезіну үшін, иә. Сол сияқты бізде қандай да бір әрекет қолымыздан келмеді ма, бірден тастап кетпеуіміз керек, оны 3-4 рет қайталап көруіміз керек. Тыңдау әдеті де қалыптасады. Мысалы, мен мысалы метрода қазір неге мініп жатсам кітап оқымаймын, себебі менің зрением, сіз айтпақшы, нашарлады. Сол кезде мен ойладым, мен кітап оқыған бұл уақытта құр өткізгім келмейді, бірақ мен үшін денсаулық алғашқы орында. Сонда не істеуіме болады? Онда мен аудио тыңдайын. Сосын аудио тыңдағанда да сіздер кез келген кітапты тыңдамаңыздар, кез келген подкастты тыңдамаңыздар. Өздеріңізге қазіргі уақытта қызық не? Мысалы, қазір сізге психология қызық па? Психологияны тыңдаңыз. Тіл үйреніп жүрсіз бе? Тілге қатысты. Бала тәрбиесі ма? Бала тәрбиесі. Сосын жаңа Назерке сіздің айтып кеттіңіз ғой, мысалы, қазір приоритеттер өзгерді. Келінмін, анамын деп, өмірге байланысты енді әртүрлі кезеңдер болады, бірақ мен айтамын да, феминист деп кетті ғой мені. Ешқашан өзіңізді екінші орынға қоймаңыз. Сіздің біреудің көңілі үшін әрине біз ата-енемізді сыйлаймыз, жолдасымызды сыйлаймыз, балаларымызға жақсы тәлім тербе, бірақ өзімізді де сыйлауымыз. Өзіңіз бірінші орында тұруыңыз керек. Яғни сізде қазір енді балаңызға байланысты ол кішкентай, оған көбірек көңіл бөлу керек. Мысалы, мен үйіме шақыртусыз қонақтар келсе, мен оларды қарсы аламын. Бірақ айтам, міне шәйнек, міне қазан, мен қазір жүгіруге кетіп баратырмын, өздерің отыра беріңдер. Олар басында ренжитін. Айнель, сен неге біз сонша жолдан келдік? Бірақ енді кешіріңіз деп. Менің жоспарым бар, мен сіздерге қуаныштымын, бірақ қазір 1 сағат мен барып жүгіріп келуім керек. Өйткені мен бірінші орындамын. Көбісі оған ренжиді. Шын мәнінде ренжиді. Менің ата-анам айтады, сіздің қызыңызға барып едік, бізге сондай сыйламады бізді деген сияқты нәрселер айтылады. Бірақ қазір олар үйренді. Біріншіден олар білет, Айнелдің қолы бос па сұрайық, келсе де, жарайды, бар тірліктеріне бара бер, біз өзіміз өшірдеміз. Өйткені олар мен солай қабылдайды. Сондықтан кішкене біз резко емес, бірақ жайлап, мен бұл өмірде өзім үшін бірінші орындамын. Мен мысалы қазір 1 сағат маған маңызды барып кітап оқып келу. Маған маңызды қазір кішкене сыртта жүру деген сияқты нәрселерді алға қоюымыз керек деп ойлаймын енді. Бүгіннен бастап Назерке сөйтіп кіріп барса ол кішкене өте қиын. Бірте-бірте. Ол бірте-бірте болмаса хабарласып тұрмасын. Мысалы, менің отбасым өте маған көп қолдау көрсетіп, күшті түсіністікпен қарайтын отбасы менікі. Жаңа енді қандай, классикалық үлгідегі қанша отбасы бар, жаңа келінді тек келін деп қарайтын. Өздеріңді қараңдар. Үйретуіміз керек жайлы. Мен де ойланып қалдым ғой, құдай өзіме кітап оқуға жеке уақыт бөлем ба, қайтем деп. Бізде сосын енді біздікі андай, біздің жалпы бағытымыз шығармашылық жұмыс болғасын, біздікі андай жұмыспен не бәрі араласып кететін сияқты бізде көп жағдайда ше. Мысалға, кезекті бір жобаңа керек бір кітаптан бір нәрсе іздеуі мүмкін ше. Мысалға, сол уақытпен, өзіңе арнайтын уақытпен шығармашылық жұмыстың несі кейде менің өмірімде араласып кетеді. Соны ара жігін несе алмай қаласың да кейде. Мысалы, менде қазір сондай, мен баспаға біз Қонаевтың ақиқаттан аттауға болмайсың дайындап жатырмыз. Сосын сол кітапты мен негізінде оқып жатырмын. Өйткені мен баспаныкі болғаннан кейін және оның қате кетпеуін, анау сондайын қадағалап соны оқып жатырмын. Бірақ мен оны неге екенін жұмыстың қатарына қосам да, кітап оқудың қатарына қоспаймын. Былай қарасам оқып жатыр екенмін ғой деп ойлаймын да. Расымен жаңа айтты, бізде араласып, сөйтіп кетеді. Енді ол бір жағынан күшті де сенің өмірің кітаппен байланысты болғаннан кейін, сен былай да әйтеуір кітап оқисың, өзіңе не істейсің деген секілді алып жатасың көп дүниені. Күшті. Онда қорытындылайық.
ең соңғысы енді жаңа кітап оқуға қатысты мүмкін бір-екі жаңа не болсын ба, кеңес па, бағыт, иә. Дұрыстап тыңдап алыңыздар. 1,5-ға қоймаңыздар біздің подкастты. Жайлап тыңдаңыздар деп. Тағы да бір айтарларым болса. Иә, қорытындылайық соны осымен. Негізі нақты қандай статистика екенін білмеймін, бірақ қандай да бір статистика негізделген ақпарат бар. Әлемде 80 үлкен жетістікке жеткен, үлкен бай кісілердің 80% күніне кем дегенде жарты сағат кітап оқиды екен. Сосын, мысалы, бізде қазір айтады ғой, Билл Гейтс, Илон Маск, мысалы, олар да жылына 50-60 кітап оқиды екен. Бұл жерде адамдар өздері түсіну керек та, неге қандай бірнеше жылдан кейін сіз өзіңізді қалай көресіз? Әдетте собеседованияға барғанда көбінесе сондай сұрақтар қояды. Сол кезде сен ойлайсың, Құдай-ау, әшейін жұмыс қалса екен деп бір нәрсені айта саласың да. Ал бұл сұрақтың негізінде өте көп мән мағына жатыр. Сіздер 5 жылдан кейін өзіңізді қай жерде көргілеріңіз келеді, және ол мақсатқа жету үшін сіздерге не көмектеседі? Оның арасында кітап оқу бар ма, және қандай кітаптар бар? Онда сіздер қазір күніне жарты сағаттан кітап оқыңыздар. Сонда сіздер жарты сағаттан күніне кітап оқысаңыздар, бір жылда 1,800,000 бет па, білмеймін, енді қазір өтірік айтпай-ақ қояйын, бірақ сондай қандай да бір статистика бар екен. Мәселе ол 50 кітап оқуда, 20 кітап оқуда емес, бір пайдалы әкелетін қандай да бір кітап оқысаңыздар, оның сізге, өміріңізге, сіздің ертеңгі болашағыңызға берері зор. Сондықтан кітапты бір оқуды жұмыс емес, өздеріңізге қандай да бір қуаныш сыйлайтын нәрсе деп ойлаңыздар. Міндетті түрде осы эпизодты, подкастты көргеннен кейін шығып, кез келген кітапханаға барып, бір кітап сатып алыңыздар, өтініш, және сол кітапты сатып алдық деп бізге жазып жіберіңіздер. Подкасттарыңыз көргеннен кейін деп. Подкасты, шынымен. Сосын, меніңше, бұл сіздердің жаңа 5 жылдан кейінгі өміріңізге салған, алғашқы сәтті өміріңізге, бақытты, бай өміріңізге салған бастапқы қадамдардың бірі болады. Өте тамаша айтты. Ал мен мына нәрсені айтар едім, жалпы егер жаңа Қарагөз айтты ғой, мысалы, саған психолог керек болса, онда кітап оқы. Егер сен рухани байығың келсе, онда кітап оқы. Жалпы бір жаныңа тыныштық қажет болса, онда кітап оқы да. Өйткені адам кітаптан барлық нәрсені табуға болады. Жетістікке жеткің келе ме? Кітап оқы. Өйткені мынандай кітаптар бар, адамның өмірін өзгерткен кітаптар бар. Бір адамның өмірін түбегейлі, көзқарасын түбегейлі өзгерген кітаптар болады. Әрине, ол кітапқа жету үшін, немесе бір саған сондай бір кітап әсер ету үшін, оған дейін бірнеше кітап оқу керек, Сондықтан қазіргіден өміріңізді сәл болса да жақсарта түскіңіз келсе, онда кітап оқыңыздар. Расымен мен өзімнің өмірімде осы кітаптың орны болғаны бір өте үлкен бір байлық деп ойлаймын да. Сосын тіпті мен үнемі айтатынмын, білмеймін, Назеркеге де айттым ба кезінде, айтады ғой, адам жәннатқа барған кезде ол қалаған нәрсесімен айналыса алады. Ал менен сол жәннатқа барып жатсақ, енді Алла нәсіп етіп, несінен айналысқым келеді десе, мен тек жатып алып кітап оқитын едім. Өйткені әлемде өте көп кітап бар, әлемде кітап деген өте көп, ал мен оның әрбірінен алатын оның әрбірінен алатын ләззатты мен ештеңеге айырбастамас едім өмірде. Сондықтан да, білмеймін, сіздер егер қазір өміріңізде кітап оқу жоқ болса, онда сіздер өте үлкен нәрседен құр қалып жатсыздар. Сондықтан жаңа Эннел айтып кеткендей, егер сіздерге осы подкаст бір сәл де болса кітап оқуға ынталандырса, онда бір кітап сатып алып біздерге жазыңыздар. Біз қуана бөлісеміз өзіміздің парақшамызда деген сияқты. Осындай. Сіздерге де қыздар көп рахмет. Кітап туралы осындай айтып, бізде бір өзіміз кітап туралы бір ойымызды айтып, пікірлесіп, күшті болып қалдық, былайша айтқанда. Сендерге де рахмет, сіздерге де рахмет. Ойсандықтан бәрін шығарып, мында ортаға тастап, ой детоксты да жасап жіберіп. Күшті қойыпсыздар, ойсандық деп негізі. Маған да өте Қарагөз авторы енді біздің енді мақсатты сол ғой, жаңағы адамдарға кішкене болса да бір түрткі болсақ, пайда болсақ деген, өйткені енді басқа мақсаты жоқ бұл подкасттың. Сол ғана бұрыннан бері ойда жүрген дүние. Көп рахмет. Енді кітап оқыңыздар. Енді осы Айнель мен Марфуғаның айтқан лайфхактары, кеңестері бұйырса пайдалы болсын. Сіздердің өміріңізде бір керемет өзгерістерге себеп болсын.
Енді мынау подкаст соңында айта кетейік, алғысымызды білдірейік. Мына локацияны, әсем локацияны ұсынған Ханшайым дүкеніне дән ризамыз. Келіңіздер, ұлттық нақыштағы мына көріп отырған көрпе, төсек, қыздың жасауына арналған дүниелердің барлығын, бесік, кішкентай балаларға арналған ұлттық киімдер барлығын осы жерден көріп, алып қайтсаңыздар болады.